Сәлеметсіздер ме? Мен Бақытбекова Сәрсенкүл, тарих пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәдениет, дала өркениеті, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра түсініктерін қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттауда қолдану. Қазақ халқының материалдық мәдениетінің маңызды жетістіктерін анықтау. Мәдениет сөзі латынның культура өңдеу, егу деген сөзінен шыққан. Табиғат аясындағы адамның әрекеті арқылы жасалатын өзгерістер. Мәдениетті адам жасаған екінші табиғат деуге де болады. Киіз үй көшпенділердің тез жығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы баспанасы. Қазақ киім-кешектері. Қазақтардың қысқы киім қатарларына күпі, ішік, тон, шекпен жатады. Бас киімдері елтірі, түлкі, басқа да аң терілерінен тігілген тымақ болды. Бірінші тапсырма: киіз үй құрылыстары санмен берілген. Сандармен берілген заттардың не екенін анықтап жазыңдар. Екінші тапсырма: қазақтың материалдық мәдениетіне не жатады? Яғни 4 бағанға сипаттап жазыңдар. Үйге тапсырма: қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнер тақырыбын оқып келу, қолданбалы өнер түрлері және олардың маңызын анықтап, 2 бағанда кестені толтыру. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.